Сәлем құрметті әріптес. Бүгін мен сіздерге дыбыстық, яғни бізге жазу тек мәтін түріндегі сөздерді қалай аудио түрінде жасаймыз, дыбыстық түрінде жасаймыз, соны көрсететін боламын. Ол үшін біз Google-ге немесе Яндекске наракет деп жазамыз. Наракет.com осы бірінші. Бұл қазақша дыбыстарды да жасайды. Айна кіріп аламыз. Осылай кіргеннен кейін өзімізге қажетті мәтінді жазамыз. Мысалы, мына жерге қазақша болса қазақша, орысша болса орысша, ағылшынша болса ағылшынша. Қазақша Гүлшат қыз ба, ұл ма? Мына жерде голоста қыз, Айгүл, Бархат, Берік. Мысалы, қыздың аты. Сәлем. Бұл мұғалім парақшасы. Мұғалім платформасы парақшасы. Мен сізге мәтінді қалай аудио айналдыруға көрсетемін. Осылай жазып аудио. Біздің уже жаңағы мәтініміз аудиоға айналып. Бұл приложение narraket.com. Көріңіздер. Сәлем, бұл мұғалім платформасы парақшасымен сізге мәтінді қалай аудиоға айналдыруға болатынын көрсетемін. Мұны көріңіз. Орыс тілі, ағылшын тілінде сөздік жасап түсіндіруге өте керемет приложение.